қаламыздың әдемілігін. Жұмыс тауып берсін, айлығы 400-500 мыңнан кем болмасын. Халыққа жақсы жұмыс жасасын дейсің. Жалпы жаңа новый микрорайондарға су мен газ тоқтар тезірек тартылса, жолдар салынса. Сан сауалдарға тұрғындардан жауап іздейміз. Ашық пікір, сын мен шын. Бұл еркін микрофон. Алғашқы сауал, Ақтау қаласына тағайындалған жаңа әкімнен не күтесіз? Халықтың мұң-мұқтажын тыңдап, барлық жағдайын жасауына барлығынша атсалсын дейміз. Сол келіп отырған жұмысына сәттілік. Балалар ойнайтын жерлерді көбейтсе, домның алдындағы площадкалерді, детский фонтан, сондай балдарға парк, далаға шығып, таза ауа жұтқанда далада жүретін жақсы жерлер салынса, жақсы ғой. Ана шет жақтан поселоктарға шығасыздар ғой. Поселокқа шықсаңыздар ғой, жолдың бәрін жарқыратып отыр қазір. Ана прожекторлар қойып, молодец. Жол жақсы. Жалпы жаңа новый микрорайондарға су мен газ тоқтар тезірек тартылса, жолдар салынса. Сосын жалпы жолдарға жарық тезес орнатылса болды, соны күтсем. Көбіне ең біріншісі енді су мәселесі ғой. Осы жоғарғы новый микрорайондарда су жетіспейді ғой. Сол мәселесі бар. Мәселе көп қой Ақтау қаласы. Соның барлығының шешім таба білсе, жақсы әкім болып кетеді. Ана 9-шы микрорайондағы светофор қою керек, ана жерге всегда жолдан өту қиын ғой, ана жақта машиналар соғысып жатады. Всегда ДТП болып жатады. Соны қолға алса, жолдарды жөндесе, микрорайонның ішіндегі жолдар бар ғой, солар. Бізде Ақтау қаласы басқа қалаға қарағанда, шет жақтан келеді ғой. Туристический места болғаннан кейін қыдырушы, келуші көп теңізге. Сол келгенде айтады, таза, қалаларың таза дейді. Біз өзімізге білінбейді ғой, енді күнде көзбен. Міне қала тұрғындарының пікірі осындай болды. Алдағы уақытта Ақтау қаласының әкімі тұрғындар пікірін ескереді деген ойдамыз.